Сіздер ертеңгі күнге дайындалып жатқан жоқсыздар ма не? Завтра. Завтра 22 марта. День оплаты кредита. Спасибо, сынок, что напомнил. Қайдағы кредит? Сіздер шынымен ертең қандай күн екенін білмейсіздер ма? Завтра среда. Ертең Наурыз мейрамы, қазақтың жаңа жылы. Казахский Новый год. Я-то думаю, почему нам 3 дня выходных-то дали? О, завтра переоденусь в костюм Деда Мороза. О, а я зата, понимаешь? Қайдағы аяз ата? Ертең Қыдыр ата келеді. Гуляющий дедушка. О, как раз по мне. Завтра погуляю, пойду в ресторан. Я тебе погуляю. Бүгін барлығы қыдырады. Киіз үйлер тігіледі. Ұлттық ойындар ойнатылады. Я только одно понял. Ұлттық ойындар. Национальные игры. Какие? Қазақша күрес. Курес. Борьба. Это значит борьба на казахском? Сынок, а мы же не знаем казахский. Словармен болады ма, балам? Ну как? Шалақ қазақша күрес. Сіздер түсінбеген сияқтысыздар. Тағы қыз қуу деген ойын бар. Догнать девушку. Ну, вот это можно прямо сейчас и здесь. Я, в общем, мать, ты от меня убегаешь, а я тебя догоняю. Убегай! Что, сдурел, что ли, убегай? Ну? Это национальные традиции, Татьяна, если что. Чтить надо. Ойыңыздар болды. Ұрсуға болмайды. Татуласа түнгін. Ренжіскен адамдар бір-бірінен кешірім сұрайды. Қане бір-біріңізден кешірім сұраңыздар. Друг у друга прощения просить? Танюш, прости меня. За что? Хотя бы за то, что я сломал твой блендер. Так это ты, а я думала, Серикбол. Ну тогда ты меня прости за то, что я твою машину поцарапала. Это ты поцарапала мою машину, а я думал, сосед поцарапал. Тогда уж ты прости меня, что я тебе шубку-то не купил, которую собирался купить. А теперь пойду на эти деньги в ресторан, погуляю. Но ты же еще этого не сделал. А я сделаю. Машину она мою поцарапала. Ну что ж ты поцарапала? А чё ж ты бензин не взяла, не облила и не подожгла? Сабыр! Мен сіздерге айттым ғой, ұрсуға болмайды, татуласа түнгін деп. Ал ертең ең бастысы наурыз көже дайындау керек. Ал наурыз көже 7 дәмнен тұрады. Блюдо, состоящее из 7 ингредиентов. Легко. Бұл наурыз көже емес қой, бұл бош. Все, как ты сказал. Блюдо, состоящее из 7 ингредиентов. Вода, капуста, свекла, морковь, картошка, мясо. И сметана. Вот он наш Петропавловский наурыз борщ. Папа, мама, бүгінгі мейрам құтты болсын. Мынау енді күн мен түннің теңелетін күні, тіршіліктің жаңаратын күні. Бүгін арадағы өкпе, наразылықтың бәрі ұмыт болатын күн. Үйде ұрыс болмау керек. Әрине, бүгін ұрысуға болмайды. Дұрыс айтасың, балам, Өте дұрыс. Дұрыс. Онда танысып қойыңыздар. Болашақ келіндеріңіз Малика. Үйленеміз. Өздерің айтып отырсыңдар ғой, ұрыс керіс болмасын деп. Үйленсін енді. Бердім рұқсатын. Қайтеміз енді. Қош келдің. Қорықпа, келсеш. Бері келіп құшақтайды. Мама, салт-дәстүр. Әй, ұлтың қандай? Мама, бүгін наурыз мейрам болған соң, 7 түрлі ұлттың қаны бар, метис қыз алып келдім. Жанымсың, жаным. Мерекең құтты болсын.
Кел, сен де құттықтап қояйын мерекемен. Ей, жаным, мерекен құтты болсын. Ал, келін бала, бүгін Наурыз. Салт дәстүрді білетін шығарсың, ә? А это салат такой? Мама, мейрам. Ой, жаным қорыққа, мен мына сорпаға салатын сүзбе дайындап жатқаным ғой. Ал, келін бала, салт дәстүрді білмейді екенсің, ә? Ендеше мен саған оны жақсылап тұрып үйретейін. 5, 6. Бұл жаңа түскен келіндерге арналған сәлем салу салт дәстүрі. Әрі қарай жалғастыр. Келін атаға, енеге, достарға бәріне сәлем беру керек. Мама, ондай салт дәстүр жоқ қой? Жалғастыр. 39, 40. Ал енді құрметті айтысүйер қауым, мына енді бүгінгі айтысымызды бастайтын ақындардың ақыны, дүлдүл ақын, сонау кухнядан келген менің алтын анам бастайды. Жайқалып өсіп тұрған қайынсың ба? Өзенде жүзіп жүрген жайынсың ба? Тайлаққа келін болып еріп келдің. Ай келін таяқ жеуге дайынсың ба? Теперь ты. Айтсай бірдеңе. Ответ. Этот праздничный вид, на столе пшной компит, на домбре не играю я. Музыкальный настрой, Тайлак танцует со мной, а Инешка стесняется. Не надо стесняться. Ұлысың болсын. Амин, ата. Ақ мол болсын. Амин, ата. Сиырларың желінді болсын. Жарты сағат болды. Ауылдарың келінді болсын. Бітіріңіз, ата. Ұлдарың ұялмасын. Амин, ата. Қыздарың қызармасын. Болды, ата. Мына жетінші арна үнемі қосылып тұрсын шырақ. Қосылып тұрсын. Мына жетінші арнадағы жаңа қорған тевейлерің көңілді болсын. Көңілді болсын, ата. Сосын анау доллардың бағасы теңгеге шаққанда 5 теңгедей құнсыз болсын. Амин. Болды, ата. Әп бәрекелді. Армысыздар, 7-ші арна көрермендерінің ішіндегі Жауырған телеарнасын тамашалап отырған құрметті көрермендер, баршаңызды ұлыстың ұлы мерекесі, Наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Ата, сізге сұрақ. Қазір қай жаңа жыл тойларымыз білмей қалдық. Қайсысы нағыз жаңа жыл? 31-дегі жаңа жыл ма, жоқ 22-сіндегі жаңа жыл ма? Сен шырақ қара, өзің ойлан. 31-ші желтоқсанда айналайын анау елка жасаймыз, шырша жасаймыз деп сендер анау ормандағы көшедегі барлық шыршаны қырғасындар айналайын. Қырғасындарда оны абырсытып, ана 1-ші қаңтар көшеге шықсаң абырсықтан жүрамайсың. Ал біздің 22-ші наурызда сол қырқылған шыршаларды 31-інде сендер қырыққан шыршаның орнына біз шырша егеміз 22-сінен. Әңгіме қайда жатыр? Басын жазып жіберейін, соны білмейсіңдер ғой сендер. 22-сі нағыз жаңа жыл, соны тойлаңдар. Сол ма? Ата, мынау жыл басы тышқан дейді. Ол енді кіп-кішкентай болып, мына жақта түйе тұрса, жылқы тұрса, қалай кіп-кішкентай болып бәрінен бұрын көріп қойғандағын, түйелер неғып бірінші көрмей қалған? Ол негізі түйе жылқыларын көрген күнді. Ол біз сияқты жуас қой, түйе, қой, жылқы дегендер біз сияқты жайдарлы. Ана тышқанның жоғары жақта таныстары болып тұр ғой, көрдің ба? Содан шығып тұр ғой. Содан ба? Сол танысың болмаса іштен істемайсың заманда. Сол ма? Бәсіне қалай болып көткен деймін да енді, ата. Жарайды, ата, мынау бір сұрақ қойайын. Наурыз көжеге қандай тағамдар кіреді өзі? Шырақ, ол сұрағыңды сен барып апаңа қой айналып. Жарайды, ата. Ата,
бағдарламаны бітірейін деп жатырық. Өй, сен бата деп айналайын, құр қолға бата жүрмейді айналайын. Атаң платный. Қазір светтің ақшасын өзін төлеп күніге. Ал, қолың жай. Жарайды. Қолың жай. Жаңа жыл бақытты болсын. Әмин ата. Мынау астыңнан бақ кетпесін. Әмин. Басыңнан бақ кетпесін. Астыңнан тақ кетпесін. Ана 1000 теңгеліктерің қолыңда қақпат бесін айналайын. Өткізін ерге қой. Жарайды. Амин деп қой. Әмин ата. Ата енді мен де сізге бата беріп жүрейін. Үйде. Құр қолға бата жүрмейді. Енді қазірше 1000 берейін, ары қарай көреміз деп батаңның качествосына қарап. Жасыңыз қаншада? Жас 60 алқындап қалды қой. Жасыңыз 70-ке келгенде жер сыпырып жүретін сақалыңыз болсын. Жасыңыз 80-ге келген кезде аузыңызда бізге айып жүретін мақалыңыз болсын. Ойды. Жасыңыз 90-ға келгенде үйдегі әжем рұқсат беріп жатса, қасыңызда жап-жас тоқалыңыз болсын. Ойды, мен ой. Жоқ, қалыр өзі ойды. Әзім жарасы атаңмен өне дейді ғой. Құрметті көрермендер, сіздердің болған Жаңарған ТV біз көретін көрермен көп болсын, көре алмайтын көрермен жоқ болсын.